Merhaba dostlar, Amin Toka kanalına hoş geldinizler. Bugün bize Kıyın Ömer filminin 2. bölümünü түсіретін боламыз. Ендеше кеттік. Hanım, есіңізде жейміз бе? Басы. Маған не болды? Ханым, сіз есіңізден танып қалған едіңіз. Я анашым, мен анашымды әлі ұмытқан жоқпын. Әкем, анам. Сіздер оны таптыңыздар ма? Жоқ, біз саған мұңайып тұрмыз. Қарындасым, кешірші, мен сенің қасыңда болмадым. Жоқ, оның бәріне мен кінәлімін. Бәріңіз маған жапсаңыздар да болады. Мен ғой осыны бәріне айтқан. Анашым, қала беремін деп. Далада да жел соқты. Осындай кезде анашым мен әкешім кемеден қалай аударылмайды. Мен анашым мен әкешімді қалай да тауып аламын. Және де мен олардың бәріне мен кінәлімін. Және де осының бәрі менің кесірімнен болды. Мен сонша неге ата-анама қатты сенімде болдым. Далада жел болып жатыр. Осындай кезде адам қалай қатыс болмайды. Мен осыған өзімді кінәлаймын. Және мен еш өзімді кешірмеймін. Бірақ олардан кейін патша мен патшайым кім болады әлі шешпедік. Және бұл менің кесірімнен болғандықтан патша ағам және оның үйленген әйелі патшайым болады. Ал мен жай ғана қызметші болып жүрмін. Жоқ, олай демеңіз. Сіз патшайым боласыз, ал ағаңыз патша болса қайтеді. Білмеймін, мен олай да ойлағым келіп тұрған жоқ. Менің ұйқым келіп кетті. Отыра тұрайыншы, басым қатты айналып жатыр. Ой, ұйықтап қалыпты ғой. Жарайды, оны бөлмесіне апарайын. Сіздер болсаңыздар өз жұмыстарыңызды істеп жүріңіздер. Ой, мен өзім жұмысымды істейінші. Мен сояққа барамын. Мен қаламын. Кеттік. Тез көтеріп апарайық. Өзі дала жел болып тұр. Ол анасын қатты сағынған ғой. Ол жеттен өткенде менің жылағым келеді. Дұрыс айтасыз де. Сіз оның қасында боласыз бе? Ол қатты шаршаған. Жарайды. Мен ona қарап отырамын. Рахмет сізге. Мен де көз ілмеймін, осы жерде отырамын. Неге олай болды екен? Мен патшайым болғанда өте жақсы болатын еді. Ендеше қарап отыра берейін. Қатты қиын. Өйткені бұл үйленген жасы ғой. Себебі оған дәл қатты ауырып жатыр. Мырза, таң атты.
Ya bilem. Hanımda oyuntaq koyar. Bugün жерлеу несіне барамыз ба? Ya бірақ оған қалай да әлия бармау керек. Не үшін? Ол ата-анасының соңғы жерлеуіне баруға болмай ма? Мен не айттым, сол болады бұл жерде. Жарайды. Ше дайындала берейік, әлия ұйықтап жатқанда. Және бұл комнатаны кілттеуді ұмытпа. Жарайды, мырза. Жарайды, болды, біз кеттік. Және есті құттап қой. Жарайды. Болды, құттадым. Мырза, енді сіздер барып келе беріңіздер. Жарайды. Ой, келдік. Міне жаңа гүл тастайықшы анамызбен әкемізге. Енді абудуктарын қойыршы, олардың короналарын. Мынау саған әкешім. Мынау саған анашым. Сіздерді өте қатты жақсы көрем. Кешіріңдер мені. Мен сендердің кенже қыздарыңды алып келмедім бұл жерге. Себебі бұл жер өте қорқынышты және ол өте өзін кінәлі сезінетін болады бұл жерде біргенде. Және де мен оған айтпай сіздерге келіп тұрмын. Мені кешіріңіздер. Мен кеттім. Анашым, сен әлі қайтыс болған жоқсың ба? Анашым, сен үшін менің. Мен сені алып кетіп келдім, қызым. Сені бері кел. Мен сені өзіммен алып кетем. Жоқ, жылама. Түсінбеген ғой. Өңімде ондай болса да анашымды сағынатын едім. Жарайды. Айтпақшы, мен анашымның бүгін соңғы несі ғой. Соған барайын, ағам. Есік неге жабық? Жоқ. Мен сыртынан құлдап кеткен бе? Жоқ, өтінемін, ашыңдаршы. Жарты сағаттан соң. Анашым, әкешім, сендер бар болғандарында ғой. Сендер менің күшті отбасымсыңдар. Қызым, не олай дедің? Я, оны мен де білгім келіп тұр. Себебі сендер әлемде жоқсыңдар. Тек менде ғана барсыңдар. Мен соған қуанамын. Жаны сол. Менің қызым ақылды. Келші, сені сүйіп алайық. Ол да есімде. Анашы, әке мен анам бірге ұрысып қалған кезде. Мен қызым тұрды ме? Я, анашым тұрдым. Менің қызым ояды ма? Жоқ, ол менің қызым. Жоқ, ол менің қызым. Жоқ, менің қызым. Болды, екеуің де қыздарыңмын. Екеуің ұрыспаңдар. Сен біреуімізді таңдауың керек. Анашым, олай болмайды ғой. Онда мен амалап алам. Не болды? Анама бер. Я, берейін. Анашым, сен неғып олай үйреніп тұра бересің? Міне, әкем саған беріп тұр. Қызым. Екеуі мені сендерші. Жарайды. Сендер, келіңдер. Енді мен кетейін.
Kızım. Kızım ne gittin? Kızım. Messenger'da tatulaştırу үшін сөйтіп істедім. Енді мені кімір қуып жетеді екен? Қу деп тұрсың ғой сен, бер кел бері. Бер кел қызым. Қашты, ұстай алмайсыңдар. Жоқ. Кеттім мен. Олардың бәрін есіме алып өте қатты жылағым келеді. Міне осы гүл ғой. Анам әкеме берген. Мен олармен бүткіл алған естелігімді қатты сағындым. Бәрі мені жеп көреді. Мені қанша үйретін де қабылдамайды барлығы. Бекер. Неге мен анамның, әкемнің құшағында жүре бермедім? Еркелеп. Осылай болатын білгенде әкеме анамды жібермес едім ғой. Бұл есікті мен қалай шашам? Ашуға тырысайын. Ашылды. Есік ашылды. Тез шығайын. Бірақ бар қоғамы. Ағам кетіп қалған. Мені алмай ма? Осы жерге келсем болды. Анам мен әкемді ойлаймын. Олардың заттарының бәрі жауып тастаған. Бәріне өзім кінәлімін. Анам мен әкем мені жақсы көрмейді. Сол үшін олар мені тастап кетті. Мені бұрында еркеледің еді. Ал мен оларға еркелейтін едім. Анам мен әкем өте жақсы адамдар. Сені жақсы көрем, анашым, әкешім. Үйде ешкім жоқ. О жерде екеуің отыратын едіңдер ғой. Әңгіме айтып. Сол кезде мен сендерге араласып таңмен айтатын едім. Сағындым бүткіл. Сағынып кеттім. Бір жылдан соң. Мен өте қатты мәртебелі қаншайым болғандықтан мен өзімді жақсы сезінім керек. Және де мен анам секілді болуым керек. Өзінше әрі сыпайысы болмауым да керек. Ендеше мен кеттім, білмейме. Кім ұрып жатыр есікті? Қазір ашып келейін. Өтінемін, маған ақша бересіз бе? Сен менің анам секілдісің. Мен сені өз анамдай көрсем бола ма? Сіз маған жай ақша беріңіз болды. Жоқ, маған ана бола аласың ба? Мен саған ана бол деп жатқан жоқпын. Бірақ сен анама ұқсайды екенсің. Қатты ұқсайды екенсің. Достар,
Bizim ikinci seriyemiz de уже аяқталды. Ендеше сау болыңыздар. Айтып қойсам егер, сау болыңыздар. Ендеше пока-пока.